Назарыңызға Казинформның эксклюзив жаңалықтарына шоуды ұсынамыз. Әнші Димаш Құдайберген туған жері Ақтөбеге келді. Ол саяжай аумағында тұратын, бірақ қазір баспанасын тастап, номер 40-ші мектепте уақытша тұрып жатқан тұрғындармен кездесті. Осылайша қиын сәтте жерлестермен бірге екенін жеткізіп, қайырымдылық қорына 15 миллион теңге көлемінде қаржылай көмек аударды деп хабарлады Казинформның Ақтөбе облысындағы меншікті тілшісі. Бала кезден бастап тілеуімді тілеп, биікке қанат қағып, қалықтап жүрсін деген тілек тілеп жүрген жерлестерімнің қал жағдайын білмей кете алмадым. Жаңалықтардан мемлекет тарапынан ауқымды сома көмек беріліп жатыр дегенді оқып жатырмын. Ең бастысы, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, деді әнші. Астанада 11 жасар оқушының аузында шаш өсе бастады. Анасы Ақмарал Шалабаева бұл жағдайды байқап, дереу дәрігерлерге жүгінген. Алайда, мамандардың өзі қыздың ерекше ауруына аң-таң болып отыр. Ақмаралдың айтуынша, 2024 жылдың наурызына дейін қызды еш ауру мазаламаған, әдеттен тыс ештеңе байқамаған. 15 наурызда қызым тамағы ауырғанын айта бастады. Мен оны жіті респираторлық вирустық инфекция немесе ангина шығар деп ойладым. Тамағын тексерейін деп қарағанымда қатты таң қалдым. Бадамша бездерінде екі жағынан және тістерінің арасынан шаш өсіп тұрғанын көрдім, деді Шалабаева Казинформ тілшісіне берген сұхбатында. Олар дереу дәрігерлерге хабарласып, жедел жәрдем шақырып, екінші қалалық ауруханаға барған. Дәрігерлер де бұл құбылысқа таң қалды. Дегенмен, барлық түкті пинцетпен алып тастаған. Елордалық дәрігерлер мұндай құбылыстың пайда болу себептерін түсіндіре алмай отыр. Дегенмен, анасы мұны баланың жеке ерекшеліктерімен байланыстыруда. Алдағы уақытта қызға компьютерлік томография және жатыр мойны мен шап аймағының магнитті резонанстық томографиясы жасалады. Содан кейін дәрігерлер келесі емдеу жолдарын бекітеді. Су тасқыны кезінде Ақтөбе облысы бойынша психологиялық көмек көрсететін жедел желі іске қосылды. Сонымен қатар эвакуациялық пункттердегі адамдарға медициналық көмек көрсету жұмыстарын бәрінде ақ халаттылар жүр. Ақтөбе облысы бойынша 132 адам психологиялық көмек беру желісіне қоңырау шалған. Қазір өңірде барлығы 23 психолог су тасқыны кезінде қауіпсіз жерге көшірілген адамдарға көмек көрсетіп жүр. Қазір облыста 20 эвакуациялық бекет болса, олардың әрқайсысында психологтар, дәрігерлер жұмыс істейді. Сонымен бірге жедел жәрдем кезекшілігі де бар. Барлығы 18 техника, 58 медицина қызметкері осы жұмысты атқарып жүр. Өлім-жітім тіркелмеді. Жүкті келіншектер мен балалардың денсаулығы қалыпты. Ырғыз ауданында егіз қыз аман-есен дүниеге келді. Олар тікұшақпен аудан орталығына жеткізілді, деп хабарлады Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасынан. Қазірде Ақтөбе қаласындағы эвакуациялық пункттерде кезекшілік бар. Онда мектеп мейірбикелері мен психологтар, дәрігер бар. Төтенше жағдай кезінде облыстық перинаталдық орталықта 177 сәби өмірге келді. Оның 99-ы қыз, 78-і ұл. Материалдардың толық нұсқасын Казинформ сайтынан оқи аласыз. Сондай-ақ өзекті ақпаратпен тұшымды сараптаманы Казинформ мобильді қосымшасынан танысуға болады.